Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бүгін ірімшік қосылып жасалған пирогтың рецебімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болып, видеомды соңына дейін қараңыздар. Ал енді біз пирогымызды пісіріп бастаймыз. Ол үшін 400 грамм ұнымызды електен өткізіп аламыз. Ұнды өлшеп алдық. Енді бөлме температурасындағы 180 грамм сары майды саламыз. Содан соң 100 грамм қант қосамыз. Енді осы массамызды қолымызбен жақсылап үгітеміз. Міне бізде осылай үгіліп тұруы қажет. Енді бөлек ыдысқа 500 грамм ірімшікті және де 100 грамм қантты, содан соң 3 жұмыртқаны саламыз. Осыларды әбден жұмсарғанша блендердің көмегімен жақсылап еземіз. Міне осындай масса болуы қажет. Духовканың табасына фольга қағазын төсеп, кальцомызды реттеп аламыз. Ендігі кезекте ұн мен сары май қосып үгітілген массамызды жартылай саламыз. Мінекей жартылай салдық. Енді осылай кальцоның ішінен форма жасаймыз. Ол үшін жан-жағын осылай қатты-қатты басып, стаканның көмегімен нығыздап саламыз. Бізде бұл үгітілген масса болғандықтан шашылып қалмас үшін нығыздап салып жібереміз. Содан соң ішіне салмасын саламыз. Салмасын осылай қасықпен тегістеп, үстінен қалған жартылай ұнтақталған массамызды біркелкі етіп бетін жабамыз. Содан соң пирогымызды духовкада 180 градуста осылай беті шамалы қызарғанша пісіріп аламыз. Достар, пирогтың піскенін өздеріңіз қарап біле аласыздар. Үстіңгі жағы қызарып, өте жұп-жұмсақ болып піседі. Мінекей өздеріңіз байқағандарыңыздай, ауызға салғанда еріп кететіндей жұп-жұмсақ болып піскен. Осылай сіздер де жасап көріңіздер. Достар, біздің пирогымыз өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай үгіліп, өте жұмсақ болып піседі. Бұл рецепті менде бір жасағаннан өте жақсы шықты. Достар, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Каналыма өтіп, менің видеоларымды жіберіп алмаңыздар. Сіздерге алдағы уақытта өте керемет рецептерді бөлісемін.